Сәлем достар, қыстың алғашқы күні құтты болсын, аман есен, көкке ілінейік, әр мезгіл өзінің уақытымен болғанға не жетсін. Далада аппақ қар деген жапалақтап жауып тұрды. Біз де қалың киімімізді киіп алып, қызыммен ең алғашқы сурет үйірмесіне барып қайттық. Папамызға айтып едік, қолым босамайды деп, уақыттың тығыздығына байланысты таксимен бардық. Үйірме Айзере мен Аймерекенің би үйірмесінің ішінде. Соған барып, бірінші суретімізді салып келдік. Жазира тобындағы ең кішкентай оқушылардың бірі. Бірінші барған кезде қысылып, емін-еркін отырамады, одан кейін жаймендеп суретін салып бастады. Неше күннен бері менің құлақ етімді жеп, мама қашан барамыз деген үйірмесі осы. Үйірме бітіп, Жазира деген үйірмеге тағы да қаламын деп жылап, бұл қызды үлкен деп жүрсек, бұл әлі кішкентай екен. Мына жерде Жазира мен үйірмеге тағы да қаламын деп жылап жатыр. Мен айтып жатырмын, жоқ, Айзере Аймереке Еркиназ үйде жалғыз, көршінің қызын біз бір-ақ сағатқа сұрап алғанбыз. Давай тезірек киінейік, төменге жаяу түсеміз, автобуспен үйге қайтамыз, бізде ақша жоқ, мен 150-ақ теңге алып шықтым деген сияқты барлығын түсіндіріп жатырмын. Ол мұқият тыңдап, жылаған қойып, қайтадан күліп ойнап, төменге дейін жаяу түстік. Сонымен мирно дружно үйге келдік. Ал мынау Жазираның салған суреті. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.